Мен бүгін президенттің қабылдауында болдым. Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа холдингтің бірінші жарты жылдың қорытындысын баяндадым. Кәсіпкерлікті қолдау, агроөнеркәсіптік кешенді дамыту және халықты тұрғын үймен қамтамасыз ету бағытындағы жұмыстарымыз жайында есеп бердім. Сондай-ақ бастамалар туралы хабардар еттім. Өздеріңізге мәлім, холдинг шағын және орта бизнесті дамытуға айрықша көңіл бөледі. Даму қоры арқылы осы жарты жылдыққа 15 мың кәсіпкерге нақты қолдау көрсеттік. Ал ірі бизнесті қаржыландыру көлемі 114 миллиард теңгені құрады. Жылдың басынан бері отбасы банк 29 мың отбасын тұрғын үймен қамтамасыз етті. Банк қолдаған азаматтардың қатарында бірінші және екінші топтағы мүгедектер, мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған отбасылар, жетім балалар және көп балалы отбасылар тұрғын үйге ие болды. Холдингтің агроөнеркәсіпті қолдау бағдарламасының аясында жыл басынан бері 9 мыңға жуық фермерге 270 миллиард теңге көлемінде қаржылай қолдау көрсеттік. Казагрофинанс арқылы 3800-ге жуық ауыл шаруашылығының техникасын қаржы бөлінді. Атап айтуымыз керек, біз үшін ауыл шаруашылығының техникасымен қамтамасыз ету ең маңызды мақсаттардың бірі. Кездесу соңында мемлекет басшысы бизнес қолдаумен агроөнеркәсіп кешенін дамытуға орай нақты тапсырмалар берді және осы бағыттағы бастамаларды стратегиялық маңызына назар аударды.